Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 124 сабақ. Тік төрт бұрыштың шаршының қабырғалары мен периметрін табуға берілген есептер тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Балалар, бірінші есепке қараймыз. Есепті шығару үлгісіне қара. Шаршы пішінді жүгіру жолының периметрі 80 метр. Жүгіру жолының ұзындығы неге тең? Ал енді шығарудың үлгісіне қарайық. Шешуі. Біз шаршының периметрінің формуласы P тең А көбейту 4 екенін білеміз. Мұнда бізде А белгісіз, яғни жүгіру жолының ұзындығы белгісіз. Ал периметрі белгілі. Аны табуымыз керек. Осы формуладан аны табуды шығаратын боламыз. А тең P бөлінген 4. Яғни жүгіру жолының ұзындығын табу үшін периметрін 4-ке бөлеміз. 80 бөлу 4, балар 80-ді 8 ондық деп алсақ болады. 8-ді 4-ке бөлсек 2 ондық болады. 2 ондығымыз 20-ға тең, демек жауабы 20 метр. Жауабы жүгіру жолының ұзындығы, яғни А 20 метрге тең. Екінші есеп. Бірінші тапсырмадағы есепке кері есептің кесте түріндегі берілгеніне қара, белгілі мен белгісізді ізделіндіні ата, есепті шығар дейді. Балар, бізде белгілі қабырғасы 20 метр екені бұл белгілі. Ал белгісізі бұл периметрі. Қанша метр екені белгісіз. Демек, бірінші есепке кері есеп етіп шығаруымыз қажет. Қысқаша жазбасы А тең 20 метр бұл белгілі, П тең белгісіз метр бұл бізде белгісіз. Ал енді периметрін анықтауымыз керек. Периметрін анықтау үшін аны 4-ке көбейтеміз. Демек, 20 көбейту 4 тең 80 метр. Жауабы периметрі 80 метрге тең. Үшінші есептерді шығар. Асы. Тік төртбұрыш пішінді алаңның периметрі 60 метр. Ал ені 10 метр. Алаңның ұзындығы неге тең дейді. Балалар, бірінші қысқаша жазбасын жазып аламыз. Яғни периметрі 60 метрге тең, В, яғни ені 10 метрге тең, А ұзындығын табуымыз қажет. Шешуі. Тік төртбұрыштың периметрін табу формуласын жазып аламыз, яғни P тең А мен Б-ның қосындысын 2 есе арттыру. Мұнда бізде балалар периметрі белгілі, Б қабырғасы белгілі, бізге А қабырғасы белгісіз. Сондықтан А тең P бөлінген 2 азайту Б деп формула құрастырамыз. Мұнда біз аны табуымыз керек. Ал енді А тең P-ның орнына 60 бөлінген 2 азайту 10 деп жазамыз. Балар 60-ды 2-ге бөлсек 30, 30-дан 10 алсақ 20 қалады. Демек жауабы алаңның ұзындығы 20 метр екен. А тапсырмасы. Тік төртбұрышты пішінді жүзу бассейнінің ұзындығы 6 метр, ал ені одан 2 есе қысқа. Жүзу бассейнінің периметрін тап. Балар, бірінші қысқаша жазбасын жазып аламыз. Ұзындығы 6 метр Б, А, Б бізде белгісіз, Адан 2 есе қысқа екен. Периметрін анықтауымыз керек. Шешуі. Бірінші Б-ны анықтап аламыз, яғни енін. Ол үшін ұзындығын 2 есе қысқартамыз. Демек 6 бөлінген 2 тең 3 метр. Бұл бізде енінің ұзындығы. Ал енді периметрін анықтау үшін А мен Б-ның қосындысын 2 есе арттырамыз. 6 қосу 3, көбейту 2. 6-ға 3-ті қоссақ 9, 9-ды 2-ге көбейтсек 18. Жауабы жүзу бассейнінің периметрі 18 метр. Төртінші тапсырма. А тең 6 сантиметр деп алып, 3 бұрыштың периметрін тап. Балар, А бізде 6 сантиметрге тең екен. Ал енді біз мына үшбұрыштың периметрін анықтауымыз керек. Яғни оның мына қабырғасы Адан 1-ді азайтқанға тең, мына қабырғасы Адан 3-ді азайтқанға тең, ал мына қабырғасы балалар. Мына қабырға бізде Адан 4-ді азайтқанда, мына қабырға шығып тұр, яғни соны Адан азайтамыз. Ал енді тауып көрейік. Бірінші қабырғасын табамыз. Адан 1-ді азайтсақ, 6 азайту 1, 5 сантиметр. Екінші қабырғасы Адан 3-ді азайтамыз, 6-дан 3-ді азайтсақ 3 сантиметр. Ал үшінші қабырғасы балалар 4 сантиметрге тең екен. Себебі 6-дан 4 алсақ 2 қалады.
Ал мына 6-дан 2-ні азайтсақ, 4-тің өзі қалады. Біз периметрін анықтауымыз керек. Периметрді анықтау үшін барлық қабырғаларын бір-біріне қосып шығамыз. 5 қосу 3 қосу 4 тең 12 см. Жауабы үшбұрыштың периметрі 12 см. 5-ші тапсырма. Үшбұрыштың қабырғалары 2 см, 3 см және 4 см. Дәптерге ұзындығы осы үшбұрыштың периметріне тең кесінді сыз дейді. Балалар, бірінші үшбұрыштың периметрін анықтаймыз, сонан соң сол ұзындыққа сәйкес кесінді сызамыз. Периметрін анықтау үшін барлық қабырғаларын бір-біріне қосамыз. 2 қосу 3 қосу 4 тең 9 см. Демек, үшбұрыштың периметрі 9 см-ге тең, дәптерімізге 9 см-лік кесінді сызып қойсақ болады. 6-шы тапсырма. Мысалдарды шығар. 36-дан 8 бен 2-нің көбейтіндісін азайту. Балалар, бірінші көбейту амалы, сонан соң азайту амалы орындалады. 8-ге 2-ні көбейтсек 16, 36-тан 16-ны азайтсақ 20 қалады. 18 бен 6-ның қосындысын 3-ке бөлу. Бірінші жақшайшы орындалады. 18-ге 6-ны қоссақ 24, 24-ті 3-ке бөлсек 8 болады. 18-ге 14 бен 2-нің бөліндісін қосып, шыққан санға 45-ті қосамыз. Балалар, бірінші бөлуді орындаймыз. 14-ті 2-ге бөлсек 7 болады. 18-ге 7-ні қоссақ 25 болады. 25-ке 45-ті қоссақ 70 болады. Келесі, 40 пен 35-тің айырмасын 4-ке көбейтіп, шыққан саннан 13-ті азайтамыз. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 40-тан 35-ті азайтсақ 5 қалады. Оны 4-ке көбейтсек 20 болады. 20-дан 13-ті азайтсақ 7 қалады. 4-ке 17 мен 9-дың айырмасын көбейтіп, шыққан саннан 24-ті азайтамыз. Бірінші жақшаның ішін, сонан соң көбейтуді орындаймыз. 17-ден 9-ды азайтсақ 8 қалады. 4-ке 8-ді көбейтсек 32 болады. 32-ден 24-ті азайтсақ 8 қалады. Келесі, 20-ға 6 мен 5-тің көбейтіндісін 6-ға бөліп, оны 20-ға қосамыз. Балалар, бірінші көбейту, сонан соң бөлу, содан кейін барып қосу амалы орындалады. 6-ны 5-ке көбейтсек 30, 30-ды 6-ға бөлсек 5 болады. 20-ға 5-ті қоссақ 25 болады екен. Осылай амалдарды орындасақ болады. 7-ші тапсырма. Көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір. Мұнда сантиметрді дециметрмен сантиметрге, метрді дециметрге, дециметр сантиметрді метр, дециметр сантиметрге түрлендіруіміз қажет. 73 сантиметрде балалар 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Демек 70 сантиметрде 7 дециметр бар, 3 сантиметрдің өзін жазамыз. 63 дециметр 2 сантиметр. Балалар, 1 метрде 10 дециметр бар. Демек 60 дециметрде 6 метр болады. 3 дециметр мен 2 сантиметрдің өзін жазамыз. 7 метрде демек 70 дециметр болады. Осылай түрлендіріп жазамыз. 8-ші тапсырма. Кестені пайдаланып есеп құрастыр, оны шығар. Бізде ұзындығы ені берілген периметрін анықтауымыз қажет. А тең 5 дециметр, Б тең 2 дециметр периметрін анықтау керек. Шешуі П тең А мен Б-ның қосындысын 2 есе арттыру. Ал енді орындарына қоямыз. 5-ге 2-ні қоссақ 7, 7-ні 2-ге көбейсек 14. Демек жауабы периметрі 14 дециметрге тең. 9-ші тапсырма. Кел ойнайық. Кім неше сөз құрастырды ойыны екен. Төмендегі өзен атаулары әріптерінен әртүрлі сөздер құрастыр, қандай сөздер шықты. Торғай, Сырдария сөздері берілген. Осы сөздерден жаңа сөздер құрастыруымыз қажет. Торғай сөзінен тор, ай, орай, ат, ар, той, тай, торай деген сөздер құрастыруға болады. Сырдария сөзінен сыр, дария, ар, раз, сары, ас, ар, сия деген сөздер құрастырсақ та болады екен. 10-ші тапсырма. Тік төртбұрыштың қабырғалары 7 см және 5 см. Осы тік төртбұрыштан қалай шаршы шығаруға болады? Балалар, бірінші бұл тік төртбұрыштың біз периметрін анықтап алайық. Яғни А тең 7 см, Б тең 5 см периметрін анықтау керек. Шешуі П тең 7 мен 5-тің қосындысын 2 есе арттырамыз. 7-ге 5-ті қоссақ 12, 12-ні 2-ге көбейтсек 24 см болады. Бұл жалпы периметрі. Ал енді біз шаршының периметрін анықтау үшін А-ны 4-ке көбейтетін едік.
демек бізде периметр белгілі, шаршының 4 қабырғасы болады. Оның қабырғасының ұзындығын анықтау үшін периметрді 4-ке бөлеміз. Яғни 24-ті 4-ке бөлсек 6 сантиметр болады. Жауабы қабырғасы 6 сантиметр шаршы шығаруға болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.